Қайырлы күн, достар, қалайсыздар? Осы видеода біз Instagram арқылы продвижение қалай жасау керектігін үйренетін боламыз. Ең алдымен, мысалға, мына сіздің Instagram'ыңыз деп алайық. Одан кейін біздер Instagram'ды бизнес аккаунтқа ауыстырамыз. Настройкиге өтеміз. Одан кейін аккаунт, және де төменде көк жазу тұрады, переключиться на профессиональный аккаунт деген. Осыны басамыз. Осы жерде сізде егер жаңағыдай блог болатын болса, автор деген басасыздар. Мысалға, міне өзінің инструкциялар болады. Одан кейін егер сізде кәсіп болатын болса, бизнес болатын болса, бизнесті басасыздар. Мына жерде жаңағы басында таныстырып өтеді, жаңағыдай қалай не жасауға болатын. Одан кейін продолжить батырмасын басамыз. Және де өзіміздің саламыздың категориясын белгілейміз. Бұл жерде мысалы товар немесе услуга дегенді белгілесе болады. Далее басамыз, және де окей. Бұл жерде жаңағы электронный адресті, телефон номерін, және де компанияның адресін қою керек деп жаңағыдай осынша қою талап етеді. Бұны қоймасаңыздар да болады. Одан кейін міне Facebook'ке осы жерден тіркеу қажет. Facebook'ке кіру үшін міне өзіміздің логин паролімізді енгіземіз. Осы бет шығады, және де продолжить батырмасын басамыз. Осы кезде жаңағы сіздің Facebook парақшадан ашылған страницалар, Facebook парақшалар осы жерден көрінеді. Мысалы, егер де сізде Facebook страница ашылмаған болса, мына жерде ең төменде создать новую страницу Facebook деп осы батырманы басу арқылы сіз жаңадан жаңа парақша аша аласыз. Мысалы, сіздің кәсібіңіз марафон. Және де бұл жерде страницаның категориясын тағы да таңдайтын боламыз. Яғни бұл жерде Facebook страницасын ашып жатырмыз. Товар, услуга, және де создать. Міне бізде бизнес страница, жаңағыдай Instagram'да бизнес аккаунт ашылды. Одан бөлек Facebook пен Instagram аккаунттарды бір-біріне тіркедік. Мына жерден жаңағыдай изменить арқылы осы жерден аты жөніңізді, сайт, компания туралы жазсаңыздар, осы жерде толтырасыздар барлығын. Және де міне қараңыздар, мына жерде страница дегенде біздің Facebook парақшаның аты шығып тұр. Готово. Одан кейін міне мысалға сізде бір жаңағыдай кез келген өзіңіздің жаңағы сатылым алып келетін постты шығардыңыздар жаңағы Instagram лентаға. Одан кейін оны енді қазір Instagram арқылы жарнамалайтын боламыз. Ол үшін ең біріншіден міне продвигать деген батырманы басамыз. Және де міне продвигать батырмасын басқаннан кейін сіздерде осы парақша шығады. Осы жерде тағы да ақпарат, жаңағыдай осы продвигать арқылы қандай нәрселер жасауға болатыны, охват жасауға болады, профиліңізге подписчик жинауға болады, сайтқа өткізуіңізге болады, және де директке бірден сообщение жазатындай жасауға болады. Біз қазір сайтқа өткіземіз. Мысалға, сайт дегенде WhatsAppқа бірден өткізуге болады. Мысалға, міне ваш сайт деген таңдаймыз. Редактировать, негізі бұл жерде сіздерде шықпауы мүмкін. Және де бұл жерде біз WhatsApp сілтемені қоямыз. WhatsApp сілтемені қойған кезде міндетті түрде 8 емес, плюс 7 емес, тек қана 7 арқылы жазатын боламыз. Жазу керек міндетті түрде. Және де мына жерде
реклама шыққан кезде қандай батырма тұруы қажет, осыны белгілейсіздер. Мен сіздерге подробнені ұсынамын. Подробнені таңдаңыздар. Сілтемені қойдық, яғни жаңағы біздің жарнамамызды көрген клиенттер қайда барып түседі, яғни бірден біздің WhatsApp-қа шығады. Одан кейін далені басамыз. Осы жерде біздер аудиторияны таңдаймыз. Мысалы, маған қандай аудитория қажет? Сіздерде бұл жағдай, бұл мен алдын ала дайындалған аудитория, немесе автоматически бұл жерде сіздің инстаграмыңызда подписчиктер қандай, соған байланысты сондай адамдарға сіздің жарнамаңызды көрсетеді. Бұны таңдауыңызға мен кеңес бермеймін, одан да бірден өзіңіздің жаңадан аудитория ашқаныңыз дұрыс. Осын басамыз, создать свою аудиторию. Одан кейін аудиторияның атын қоямыз. Марафон десе болады. Одан кейін міне қараңыздар, места осы жерде мысалға тек қана Алматыға жіберсеңіз болады, немесе бүкіл Қазақстанға жіберсеңіз де болады. Мына жерде міне Алматыны белгілеуге болады, мысалға мына жерде радиусты үлкейтуге болады, бүкіл Алматыны қамтитындай. Немесе мысалға региональный, яғни бүкіл Қазақстанға рекламаңызды жіберсеңіз болады. Осы жерде Қазақстанды таңдаймыз, мысалға. Міне 9 миллион адамға көрсетуі мүмкін. Яғни 9 миллион адам сіздің жарнамаңызды көруі мүмкін. Қазір тағы да дұрыстаймыз. Одан кейін міне интересіні басқан кезде біздің неге курсқа қалай жазылатын. Мысалға сіздің бизнес, сіздің клиенттеріңіздің қызығушылықтарын осы жерден жазамыз. Мысалы, менде марафон болғандықтан ораторское искусство, одан кейін жаңағы уверенность в себе деген секілді қызығушылықтарын таңдаймыз. Және де қызығушылықтарын барлығын таңдап болғаннан кейін, мысалы личностный рост, барлығын таңдап болған, мен әзірше осылай сіздерге көрсету үшін 6-10 ғана таңдаймын. Бұны қызығушылықты өте көп белгілеу керек негізі. Ал мына жерде сіз мысалға сізге керек, мысалға маған мотивация керек, мотивацияны белгілеймін. Ал егерде сізде мысалға мебель болатын болса, мебельде барлығы шығып тұр, мебельге қатысты қызығушылықтар, осыларды белгілей берсеңіз болады. Мебель болмаса, мысалға одан бөлек, мысалға торт, мына жерде торттың түрлері болады, осы нәрсе. Келесі, міне аудиторияны таңдадық, жаңа қызығушылықтарын таңдадық клиенттеріміздің. Одан кейін міне оның жасы және де жынысын таңдаймыз. Мысалға челленджге маған мысалға тек қана жаңа студенттер және де мектеп оқушылары керек. Менің жаңағы мамам, менен алуы мүмкін адамдар, осы адамдар және де әйел адамдар екеуі де ала береді. Немесе мысалға сізде әйел сумкаларын сататын болсаңыз, тек қана әйелдерге жібересіз, яғни женский деп таңдайсыз. Немесе егерде жаңағы тауарыңыз барлығын өтетін болса, екеуіне таңдайсыз. Дайын. Енді келесі міне аудиторияны дайындап болдық, атын қойдық, орнын жаздық, қызығушылықтарын белгіледік. Енді келесі міне сохранить еттік, осыны таңдаймыз міндетті түрде. Мына жерде кетіп қалып жүрмесін, міндетті түрде марафон жаңағы қалай атын сақтадыңыз, соны таңдайсыздар. Одан кейін міне бір күнге кетіретін жаңағы бюджетті белгілейсіздер. Мысалға $1 кетіруге болады, $2, $3 деген секілді. Мен сіздерге кеңес берем. Мысалға күніне $2 қойсаңыз да болады. Алғашқыда тест жасау үшін $2 қойсаңыз жеткілікті. Және де тестті 3-4 күнге жасасаңыз болады. 3 немесе 4 күнге. Келесі міне сіздің барлығы дайын болды. Мына жерде қараңыз, рекламаңыз осылай шығып тұрады. Мысалы жаңа баннерді біздер жаңа публикация постты дайындадық. Мына жаққа, мына жерде WhatsApp-қа өтеді. Одан кейін подробнее батырмасы шығып тұрады. Енді келесі мына жерде бюджет қойылды. Және де менде мына жерде карта тіркеліп тұр. Сіздер бірінші рет жіберіп жатқан кезде сіздерде картаның жаңағы данныйларын енгізу керек деп сұрайды. Сол кезде
картаның бетіндегі 16 санды, одан бөлек срок действияны, және де аты жөніңізді, және де картаның артындағы 3 цифрды жазуларыңыз қажет болады. Ол картаны жазып болғаннан кейін дәл осындай жаңағыдай все готово деп барлығы дайын деп шығады. Содан кейін барып создать промо-акцию дегенді басасыздар. Міне біздің реклама мына жерде жаңағыдай тексерілуге кетті. Facebook тексереді. Жаңағы жіберген жарнаманы біздер мына жерден байқаймыз. Мына жерде міне лайк дегенді басқан кезде жоғарыда промо-акция деген бар. Осыны басамыз, және де мына жерде қараңыздар, мына проверки деп тұр. Яғни Facebook біздің жарнамамызды тексеріп жатыр. Facebooktың өзінің талаптары бар, жарнамалардың кетпейтін жарнамалар бар, және де барлығы заңға қайшы емес жарнамалар барлығы жаңағыдай кетеді. Мына жерден статистикасын көре аласыздар. Егер жарнама кеткен кезде мына жерде действовать деп тұрады жаңағыдай. Осы жерден қанша доллар кеткені, оған қанша адам көргені, және де қанша адам сіздің сайтқа яғни сіздің сайтқа өткені барлығы осы жерде көрініп тұрады. Мысалы, клики по промо-акции, подписки, показы, охват, осының барлығы осы жерде көрініп тұрады.